Қаржылық мониторинг агенттігі Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті ел аумағында жұмыс істеген ірі Nomad Poker атты онлайн казиноның заңсыз қызметін тоқтатты. Тергеу барысында клуб CG Poker мобильді платформасы негізінде құрылған Nomad Poker онлайн казиносының қызметін Қазақстан азаматтары Грузия аумағынан жүргізіп отырғаны анықталды. Мұндай схема ұйымдастырушылардың жеке басын жасыруға, ақша ағындарын бақылауды қиындатуға және заңсыз қызметті жүргізу үшін шетел азаматтарының атына рәсімделген банк шоттары мен байланыс құралдарын пайдалануға мүмкіндік берген. Заңсыз ойын платформасы тәулік бойы жұмыс істеп, қатысушыларға онлайн покер форматында ақша тігіп, ұтысты қолма-қол ақшаға айналдыру мүмкіндігін ұсынған. Жаңа қатысушыларды тарту мақсатында ұйымдастырушылар әлеуметтік желілерді, мессенджерлерді және жарнама құралдарын пайдаланған. Нәтижесінде онлайн казино қызметіне 20 мыңнан астам пайдаланушы тартылған. Сонымен қатар ұйымдастырушылар үшінші тұлғалардың банк шоттарын, яғни дроперлердің шоттарын пайдаланудың тармақталған жүйесін құрған. Осы мақсатта күдіктілер Қазақстанға шетел азаматтарының ұйымдасқан түрде келуін қамтамасыз етіп, олардың атына 400 ақш долларына дейінгі сыйақы үшін банк карталары мен мобильді банкинг рәсімдеген. Тергеу барысында онлайн казино қызметін қамтамасыз ету үшін 60-тан асатын дроп-шот пайдаланғаны анықталды. Ойыншылардан түскен қаражат көлемі 7,5 миллиард теңгеден асты. Сот санкциясымен Алматы қаласындағы пәтерге, 3 автокөлікке, сондай-ақ дроперлердің банк шоттарындағы 158 миллион теңге көлеміндегі ақша қаражатына тыйым салынды. Тергеу жалғасуда.